сауап алу жағынан. Сіз біреуге Құран оқуды үйретсеңіз, ол қанша Құран оқыса, ол қандай сауап алса, қанша сауап алса, сіз де сонша сауап аласыз. Ол өзінен кейінгілерге үйретсе, оған сауап келеді, және оған үйреткен сізге сауап келеді. Бұл әлгі сетевой маркетинг сияқты да, ары қарай сізге бонус түсе береді. Астыңызда адам қанша көбейсе, сізге соншалықты сауап көп келе береді. Неге? Өйткені ол адамға себепкер болған сізсіз. Сізге себепкер болған ұстазыңыз бар, оған сауап барып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Кім бір жақсы жолға алдырса исламда, оған оның сауабы болады, және артынан еріп істегендердің сауабы болады, кейінгілердің сауабынан еш нәрсе кеммейді деді. Яғни Алла тағала кейінгілердің сауабынан азайтып, сөйтіп сізге бермейді, оларға толық сауап береді, және сізге тура сондай сауап береді. Ал енді ойлап қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және оның сахабалары осы діннің басында тұрған жоқ па?